Мен Мадиармен 4 жыл жүрдім. Осы 4 жылдың ішінде бір ретте оның маған өтірік айтып жүргеніне күмәнданған емеспін. Керісінше, оны айналамдағы адамдардың бәрі маған қарайтын. Мөлдір, сенің бағың бар екен. Мадиар сияқты жігіт қазір көп кездеседі. Шынымен де мен де солай ойлаймын. Ол мені ешқашан жалғыз қалдырмайды. Қайда барсам да жеткізіп салады. Көңіл күйім түсіп тұрса, ештеңе сұрамай-ақ жағдайымды түсінеді. Туған күнімде не қалайтынымды алдын ала біліп қоятын. Мадиардың көліктері әртүрлі болатын. Бірде қара көлікпен келсе, келесі жолы басқа көлік. Кейде мені жұмыстан алып қайтып, ешқайда асықпай қала аралап жүреді. Маған ең ұнайтыны, оның менімен сөйлескен еді. Ешқашан артық сөйлемейтін. Ашуланса да дауысын көтермейтін. Менің алдында өзін ерекше жақсы ұстайтын. Сондықтан 4 жылдан кейін ол маған: "Мөлдір, маған тұрмысқа шығасың ба?" дегенде, мен ойланбастан "Иә" дедім. 2 айдан кейін тойымыз болады. Үлкен тойға дайындалып жаттық. Екі жақта құдалық жасап, туыстар жиналып, тойханасы белгіленіп, көйлегімді дайын тұрды. Тойға 7 күн қалған. Сол күні мен Мадиардың үйінде жалғыз отырдым. Ол душқа кіріп кетті. Телефоны үстелдің үстінде жатты. Мен бұрын оның кидбеконын ақтарып көрмегенмін. Шынымды айтсам, оған себеп те жоқ еді. Бірақ сол күні телефонға хабарлама келді. Экранда бір ғана сөйлем көрінді: "Кеше түнде неге келмей қалдың?" Мен қатып қалдым. Өйткені кеше түнде Мадиар менімен бірге болған. Ол түнде менің үйімде отыр. "Тойға 1 апта қалды ғой. Сенің қобалжып жүргеніңді көріп, өзімде толқын жүрмін" деп, менің қолымды ұстап. Ал мына хабарлама. Мен телефонға ұзақ қарап. Сол сәтте ішімнен бір ой өтті. Мүмкін бұл басқа адамға келген хабарлама шығар. Телефонды орнына қоя салғым келді. Бірақ дәл сол кезде тағы бір хабарлама келді. Бұл жолы әлгі адам: "Мөлдірден әлі ештеңе білмей жүр ме?" деп жазды. Менің қолым дірілдеп кетті. Сол жерде алғаш рет 4 жыл бойы мінсіз болып көрінген Мадиарға күмәндандым. Бірақ мен оның телефонын бірден ақтармадым. Мен оның душтан шығуым. Өйткені сол сәтте менің ішімде бір ғана ой болды. Егер мен қазір бәрін білсем, тойыма 7 күн қалғанда өмірімнің бәрі өзгеруі мүмкін. Ал мен әлі оның телефонында не бар екен? Егер осы әңгімелерді тыңдап отырып, арнаға тіркеліп, лайк басып кетпеген болсаңыздар, қазір қолдап кетіңіздер. Қай қалада, қай елдің және сағат қаншада көріп отырсыздар? Міндетті түрде комментарийге жазып. Мен Мадиардың телефонын қолыма ұстап, бірге хабарламаларға қарап ұзақ отырдым. Бірақ ол кезде мен оның ар жағында не жатқанын білмейтінмін. Шынымды айтсам, Мадиарды алғаш кездестірген кезім есіме түсті. Біз 4 жыл бұрын мен 20 жасында таныстық. Ол кезде мен құрбыммен бірге қаладағы бір кофеханада отырғанмын. Кешкі уақыт. Біз әңгімелесіп отырған кезде сыртқа шықтық. Сол жерде қара түсті көлік тоқтады. Ішінен Мадиар түсті. Ол жалғыз еді. Басында оған аса мән берген жоқпын. Бірақ құрбым: "Анау жігіт саған қарап", деді күліп. "Қойшы", деп мен күліп жібердім. Бірақ бірнеше минуттан кейін Мадиар біз отырған жақта келді. "Кешіріңіздер, нәрсе сұрасам бола ма?" деді. Мен оған қарадым. "Иә. Сіздердің мына кофехананың десерттері жақсы ма?" Мен түсінбей қарап қалдым. "Білмеймін, жақсы шығар." Ол күлді. "Онда бүгін байқап көруге тура келеді екен", деді. Сол күні біз алғаш рет сөйлестік. Мадиардың сөйлегені ұнады. Өзін көрсеткісі келіп тұрған жоқ. Артық мақтанбайды. Керісінше көп тыңдайтын. Сол кеште біз ұзақ сөйлестік. Үйге қайтатын кезде Мадиар: "Егер қарсы болмасаң, сені үйіңе дейін шығарып салайын." Мен бастапқыда келіскім келмеді. Бірақ құрбым: "Бар, мен де үйіме өзім барамын", қоймады. Сөйтіп Мадиар мені үйіме жеткізіп салды. Үйдің алдына келгенде: "Телефоныңды берші." "Неге?" "Ертең тағы сол кофеханаға барып, сол десерттің дәмін дұрыс бағалайық." Мен күліп нөмірімді бердім. Сол күннен кейін ол маған күн сайын жазатын болды. Бір қызығы, Мадиар мені ешқашан асықтырмады. Бірінші кездесуден кейін бірден "Мен сені ұнататам" деп айтқан жоқ. Bir апта бойы жай ғана сөйлестік. 8-ші күні ол мені тағы кездесуге шақырды. Мен дайындалып шықсам, үйдің алдында басқа көлік тұр екен. "Көлігің қайда?" дедім. "Бүгін бұл көлікпен жүрейік." "Көлігің көп пе өзі?" Ол: "Жұмысқа байланысты әртүрлі көлік айдаймын", деді. Мен ол кезде оның жағдайы жақсы екенін ғана білдім. Кейін оның маған сюрприз жасаған басталды. Bir күні сабақтан шықсам, Мадиар көлік екен.
Мен: "Неге келдім?" "Отыр." "Қайда барамыз?" "Айтпаймын." Қайда бара жатқанымызды жол бойы сұрасам да үндемеді. Қала сыртындағы бір жерге тоқтады. Көліктен түскенімде алдымда кішкентай ғана үстел, тамақтар және гүлдер дайын тұр екен. Мен аң-таң болдым. Мұның бәрін қашан жасап қойдың? Сен бүгін шаршап жүрмін деген едің ғой. Мен жай ғана айтқанмын. Ал мен жай сөз деп қабылдамадым. Сол сөз маған қатты. Кейін ол менің ұсақ түйек айтқан нәрселерімді де есте сақтайтынын байқадым. Бір күні дүкеннің алдында бір сөмкеге қарап, "Мынау әдемі екен" дедім. 2 аптадан кейін сол сөмкені туған күніме алып келді. "Мынаны қайдан алдың?" дедім таңғалып. "Өзім ұнатқансың ғой." Мен оның бір-ақ рет айттым. "Сен айтқан нәрселерді ұмытпаймын." Сол кезде мені шынымен тыңдайтын адамды тапқан екенмін деп ойладым. Біздің алғашқы жылымыз осылай өтті. Кейде ол мені жұмыстан алып кететін, кейде үйімнің алдына гүл әкеліп тұратын, кейде еш себепсіз "Киініп шық" дейтін. "Қайда барамыз?" "Сюрприз." Бірде мені таңертең ерте алып кетіп, қала сыртындағы табиғаты әдемі жерге апарды. Сүйікті әншімнің концертінің билеттерін тауып алды. Тағы бірде мен бірнеше ай бұрын айтып қойған бір затты іздеп жүріп тауып әкелді. Мадиярдың осындай мінезі мені біртіндеп өзіне қатты жақындатты. Бірінші жылы мен оны жақсы көретінімді түсіндім. Екінші жылы оның отбасымен таныстым. Үшінші жылы екеуміз бірге болашақ жоспарымызды құра бастадық. Төртінші жылы ол маған үйленуге ұсыныс жасады. Сол күні ол мені тағы да ештеңе айтпай бір жерге алып барды. Кешке қарай көліктен түскенімде алдымызда шамдармен безендірілген орын тұр екен. Мен не болып жатқанын түсінбей, "Мадияр, бұл не?" дедім. Ол менің алдыма келді. "4 жыл бұрын сен менің өміріме кірдің. Сол күннен бастап мен өзімді жалғыз адам ретінде елестете алмаймын" деді. Содан кейін жүзік шығарды. Мен жылап жібердім. "Әрине, иә" дедім. Сол түні Мадияр мені үйге апарып, "Енді сен менің қалыңдығымсың" деді. Мен сол сөзді естіп, өмірімдегі ең бақытты адам екенімді ойладым. Ал тойымызға тура 7 күн қалғанда, мен оның телефонынан "Мөлдірден әлі ештеңе білмей жүрме" деген хабарламаны көрдім. Сол бір сөйлем 4 жыл бойы жинаған барлық бақытты бір сәтте күмәнға айналдыратынын ол кезде білмедім. Сол хабарламаны көргеннен кейін телефонның орнына қойдым. Бірнеше секунд бойы орнымнан қозғала алмай отырдым. "Мөлдір әлі ештеңе білмей жүрме?" Осы бір сөйлемнің өзі менің басында мың түрлі ой туғызды. Бұл неге менен бірдеңе жасырып жүр? Неге әлгі адам менің атымды біледі? Ең бастысы, нені білмеуім керек еді? Сол кезде ванна жақтан судың тоқтағаны естілді. Мен бірден телефонды үстелге қойып, бұрынғы орнымнан отырдым. Бірнеше секундтан кейін Мадияр шықты. "Не болды?" деді ол маған қарап. "Ештеңе." "Неге түрің өзгеріп кетті?" "Шаршадым." Ол маған біраз қарап тұрды да жаныма келіп отырды. "Тойға байланысты уайымдап жүрсің бе?" Мен басымды изедім. "Иә." Ол менің қолымнан ұстап, "Уайымдама, бәрі жақсы болады." Осы сөзді естігенде жүрегім одан сайын қысылды. Өйткені бірнеше минут бұрын мен оның телефонынан бөтен адамның хабарламасын оқыған едім. Ал ол маған ештеңе болмағандай қарап отыр. Сол күні кешке Мадияр мені үйге жеткізіп салды. Көліктен түсерде, "Ертең таңертең ерте келем, тойға байланысты бір шаруамыз бар" деді. Мен күлімсідім. "Жақсы." Ол маңдайымнан сүйіп кетіп қалды. Мен оның көлігі алыстап кеткенше қарап тұрдым. Содан кейін ғана үйге кірдім. Бірақ сол түні ұйықтай алмадым. Телефондағы әлгі хабарлама көз алдымнан кетпеді. Түнгі сағат 2-лер шамасында мен бір шешім қабылдадым. Мен Мадиярдан сұрамаймын. Әзірге. Өйткені егер ол шынымен бір нәрсе жасырып жүрсе, мен бірден сұрасам, бәрін өшіріп, жасырып үлгеруім мүмкін. Мен алдымен өзім анықтап алуым. Ертеңіне Мадияр әдеттегідей таңертең келді. Қолында гүл бар. "Болашақ әйеліме?" деді күліп. Мен гүлді алдым. "Рахмет." Ол менің көңіл күйімнің өзгергенін байқамады, немесе байқаса да білмеді. Күні бойы тойға байланысты шаруалармен жүрдік. Тойханаға бардық. Декоратормен сөйлестік. Тізімдерді тексердік. Туыстарымызбен сөйлестік. Мадиярдың бәріне үлгеріп жүргеніне тағы да таңғалдым. Бір сәтте ол, "Сен шаршасаң көлікте отыра тұр, мен өзім кіріп шығам" деді. Мен көлікте жалғыз қалдым. Сол кезде оның телефоны тағы да қоңырау шалды. Экранға қарасам, нөмір сақталмаған. Қоңырау тоқтады. Бірнеше секундтан кейін қайта соқты. Мен телефонға қор создым, бірақ алмадым. Себебі дәл сол сәтте
Мадияр көліктің есігін ашып келді. Кім екен деп сұрадым әдейі. Ол бір секундқа үнсіз қалды. Сосын, жұмыстан шығар. Неге көтермедің? Қазір сөйлесуге ыңғайсыз. Мен демедім, бірақ оның жүзіндегі өзгерісті бірінші рет анық байқадым. Кешке үйге келген соң, мен сол нөмірді есіме түсіріп, Мадиярдың әлеуметтік желілерінен іздей бастадым. Ештеңе шықпады. Содан кейін әргі нөмірдің соңғы 4 цифрын жазып алып қойдым. Келесі күні таңертең сол нөмірден WhatsApp-та профиль шықты. Әйел адамның суреті. Менің жүрегім тағы да дүрсілдеп кетті. Профильдегі аты Айдан. Мен оны танымайтынмын. Бірақ ең қызығы, профильдегі суреттегі әйелдің қолында тұрған сөмке маған таныс болып көрінді. Бірнеше секунд қарап отырып есіме түсті. Бұл дәл сондай сөмкені мен Мадиярдан 2 жыл бұрын көргенмін. Сол кезде ол жұмыстағы бір танысыма сыйлық алып жатырмын деген. Мен ол кезде ештеңе сұрамағанмын. Ал қазір сол сөмке мені мазалай бастады. Мен Айдананың парақшасын қарап шықтым. Суреттер көп емес. Бірақ бір суретте оның жанында тұрған адамның қолы көрінді. Қолындағы сағат. Мен бұл сағатты жақсы білетінмін. Ол Мадиярдың сағаты еді. Мен суретті үлкейтіп қарадым. Сосын қайта-қайта қарап шықтым. Жоқ. Мүмкін жай ғана сондай сағат шығар. Өзімді жұбатуға тырыстым. Бірақ сол кезде тағы бір нәрсе көзіме түсті. Суреттім жарияланған күні. 2 жыл бұрын. Ал Мадияр маған сол күні жұмыспен басқа қалаға кеттім. Мен телефонымды қолымнан түсіріп алдым. Сол сәтте алғаш рет. Мүмкін 4 жыл бойы мен Мадиярдың өмірінің тек бір бөлігін ғана білген шығармын деген ой келді. Бірақ мен әлі Айдананың кім екенін білмедім. Сол күні кешке Мадияр маған: "Ертең екеуміз бірге Сақина қарайық. Тойға 7 күн қалды ғой" деді. Мен оған қарап: "Мадияр, иә? Сен маған бұрын ешқашан өтірік айтқан жоқсың ба?" Ол маған ұзақ қарады. Сосын жымиып: "Неге олай сұрап тұрсың?" Мен де күліп: "Жай ғана сұрадым." "Жоқ, мөлдір. Саған өтірік айтатын адам болсам, 4 жыл бірге жүрмес едім." Ол осы сөзді айтып, менің маңдайымнан сүйді. Ал мен ішімнен: 4 жыл. Шынымен 4 жыл бойы мені алдамағанды дәлелде Мадияр деп ойладым. Өйткені мен енді оның әр сөзін тексеруге дайын едім. Сол түні Мадиярдың: "4 жыл бірге жүрміз. Саған өтірік айтатын адам болсам, сонша уақыт бойы жасыра алмас едім" деген сөзі басымнан кетпей қойды. Бұрын осы сөзді естісем көңілім тынышталатын. Ал қазір керісінше болды. Шынымен жасыра алмас едім. Телефонымды алып, Айдананың парақшасын тағы аштым. Оның парақшасында көп сурет жоқ екен. Бірақ бұрынғы жарияланымдарын төмен қарай қарап шықтым. Бір суретте ол кафе алдында тұр. Екіншісінде бір көліктің жанында. Үшіншісінде туған күн сияқты бір отырыс. Мен әр суретті асықпай қарап отырдым. Сосын бір нәрсеге назар аудардым. Айдананың көліктің жанында тұрған суретінің артқы жағында ғимарат көрінді. Маған таныс сияқты. Бірнеше секундтан кейін есіме түсті. Бұл Мадияр мені бір рет апарған қонағы еді. Сол кезде ол: "Досымның туған күніне келдік." Мен суретті сақтадым. Содан кейін Мадиярдың 4 мет сүре бастадым. Бірінші жылда ол 3 күнге басқа қалаға кеткен. Екінші жылы 1 аптаға кеткен. Үшінші жылы 2 күн. Төртінші жылы тағы бірнеше рет кеткен. Мен бұрын оның қайда барғанын сұрағанда, ол жұмысына байланысты екенін ғана айтатын. Ал мен сенетінмін. Өйткені ол қайтып келген сайын маған сыйлық әкелетін. Бірде гүл, бірде парфюм, бірде сөмке. Сондықтан оның әрбір сапары мен үшін мені сағынып сыйлық алып келетін болып келген жақсы болған. Енді сол естеліктердің бәріне күмәнмен қарай бастадым. Ертеңіне Мадияр мені алып: "Бүгін саған бір нәрсе көрсетем." "Не?" "Айтпаймын. Біз қаладағы бір дүкенге бардық. Ол маған тойға киетін аяқ киім алып берді." "Өзің таңда" деді. Мен бірнешеуін қарап бақтым. Бірақ ойым мүлде басқа жерде. "Мадияр, иә? Сен 2 жыл бұрын Алматыға не үшін барған едің?" Ол маған қарады. "Қай кезде?" "Қараша айында." Ол бірден жауап бермеді. "Жұмыс бойынша барғанмын ғой." "Нақты не жұмыс?" "Қазір қайдан есіме түсіп кетті?" Мен күліп: "Жай сұрап тұрмын." "Bir құжат мәселесі болған." Мен басымды изедім. Бірақ оның жауабы тым тез өзгеріп кеткендей көрінді. Сол күні кешке мен үйге келген соң, ескі чаттарымды ақтара бастадым. Мадиярмен 4 жыл бұрынғы хаттарымыз әлі сақталған. Мен күндерді қарап отырдым. Сосын дәл сол қараша айындағы хаттарды таптым. Мадияр маған: "Ертең таңертең жолға шығам, 3 күн болмаймын" деп жазған. Ал келесі күні:
Жұмыс созылып кетті. Тағы 2 күн қалам деген. Мен чаттың төменгі жағына дейін түстім. Сол сапардан кейін ол маған: "Саған бір сыйлық алып қойдым" деп жазған. Мен сол кезде қатты қуанып. Бірақ қазір бір нәрсе түсініксіз болды. Айдананың парақшасындағы әлгі сурет дәл сол күндерде жарияланған. Мен күнін тағы тексердім. Сурет Мадияр кеткен күннің ертеңінде салынған. Ал суреттің астында Айдана "Деген қонақ келгенде" деп жазып қойды. Менің жүрегім тарс ете қалды. Қонақ. Кім? Сол сәтте мен бір нәрсені шештім. Мадиярдан сұрамаймын. Мен алдымен Айдананың өзімен сөйлесемін. Бірақ оған "Сен Мадиярды танисың ба" деп тікелей жазсам, ол бірден сақтанып қалуы мүмкін. Сондықтан бірнеше минут ойланып отырдым. Сосын қарапайым ғана: "Сәлем, сізден бір нәрсе сұрасам бола ма" деп жаздым. Жауап бірден келген жоқ. 1 сағат, 2 сағат. Түнгі сағат 12-ге жақындағанда телефон үнді. Айдана жауап: "Иә, сұраңыз." Мен біраз уақыт экранға қарап отырдым. Не деп жазарымды білмедім. Соңында: "Сіз бұрын осы қалада тұрдыңыз ба?" деп жаздым. Ол: "Иә, неге?" Мен: "Суреттеріңізден бір жерді танып қалған сияқты" деп жауап. Бірнеше минут болды. Сосын Айдана: "Сіз кімсіз?" деп сұрады. Мен өзімді таныстырмадым. Жай ғана бір нәрсені анықтап жатырмын дедім. Ол: "Егер Мадияр туралы сұрап тұрсаңыз, ашық сұрай беріңіз" деп жазды. Мен экранға қарап қатып қалдым. Мен оның атын мүлде жазған жоқ едім. Сонда ол менің кім туралы сұрап отырғанымды қайдан білді? Мен: "Сіз Мадиярды қайдан білесіз?" деп жаздым. Жауап ұзақ күтті. 1 минут, 2 минут, 3 минут. Сосын пайда болды. Айдана жазып жатты. Ақыры бір ғана хабарлама келді: "Сен оның қалыңдығысың ба?" Менің қолым мұздап кетті. Мен: "Иә" деп жаздым. Айдана біраз уақыт жауап бермеді. Сосын: "Онда бізге сөйлесу керек." "Неге?" деп сұрадым. "Өйткені Мадияр саған мен туралы ештеңе айтпаған." Мен сол жерде телефонымды қолымнан түсіріп алдым. Бірақ Айдананың келесі жазғаны одан да ауыр болды. "Ал мен Мадиярдың сен туралы не айтқанын білемін." Айдананың соңғы жазған сөзін қайта-қайта оқып шықты. "Мен Мадиярдың сен туралы не айтқанын білемін." Осы сөйлемнің мағынасын түсінуге тырыстым. Мадияр мен туралы не айтуы мүмкін? Ол мені достарына да, ыстарына да, болашақ әйелім деп таныстырды. Тіпті оның анасы мені өз қызындай көретін. Тойға дайындалып жүргенде екі жақтың да туыстары араласып кеткен. Сонда Мадияр мен туралы Айданаға не деген? Мен: "Не айтқан" деп жаздым. Айдана біраз уақыт жауап бермеді. Содан кейін: "Мұны телефонмен жазуым келмейді. Кездесейік." Мен бірден: "Қашан?" "Ертең." "Қайда?" Ол қаланың ортасындағы шағын кофехананың мекен-жайын жіберді. "Сағат 3-те сол жерде боламын." Мен: "Жақсы" дедім. Бірақ сол сәтте ішімнен бір нәрсе: бәлкім бұл жай ғана түсініспеушілік шығар деп жұбатқысы келді. Мүмкін Айдана Мадиярдың жұмыстағы танысы шығар. Мүмкін мен бәрін түсінбей жүрген шығармын. Мүмкін 4 жыл бойы мен күмәнданбаған адамым шынымен де адал шығар. Осы оймен ұйықтағым келді. Бірақ көзімді жұмған сайын Айдананың "Мен Мадиярдың сен туралы не айтқанын білемін" деген сөзі болды. Таңертең Мадияр әдеттегідей ерте келді. Қолында таңғы ас бар. "Ұйықтадың ба" деп сұрады. "Иә." "Тырым шаршаңқа. Тойдың уайымы шығар." Ол күліп: "Тағы 7 күн емес, 5 күн қалды ғой" деді. Мен оған қарап қалдым. Ол менің көзіме тіке қарады. 4 жыл бұрын Мадияр. Мен алғаш танысқан Мадияр. Маған гүл алып келетін, көңіл күйімді сұрайтын. Жаңбыр жауып тұрса, үйіме дейін жеткізетін. Мен ауырып қалсам, дәріхана іздеп жүгіретін. Сол адам маған өтірік айтуы мүмкін дегенге әлі де сеніп келмеді. "Мадияр." "Иә? Егер мен сенен бір нәрсе сұрасам, шын айтасың ба?" Ол күлімсіреді. "Әрине." "Қандай жағдай болса да?" Ол бір сәтке үнсіз қалды. "Қандай жағдай болса да?" Мен үндемедім. Айданамен кездесетінімді оған айтпадым. Түскі 3-ке жақындағанда үйден шықтым. Кофеханаға кіргенде Айдананы бірден таныдым. Ол мені күткеннен жас көрінді. Мен оның алдына барып: "Айдана." Ол басын көтерді. Бірнеше секунд маған қарап тұрды. Сосын: "Мөлдірсің ғой." Менің жүрегім тағы да қысылды. "Иә." Ол орнынан тұрып қарсы алдыма орын ұсынды. "Отыр."
Мен отырдым. Бірнеше секунд екеумізді үндемедік. Сосын мен шыдамай, Мадиярды қайдан танисың дедім. Айдана маған ұзақ қарап отырды. Бұл сұраққа жауап бермес бұрын сен бір нәрсені білуің керек. Нені? Мен сенімен ұрысу үшін кездескен жоқпын. Мен де ұрысу үшін келген жоқпын. Жақсы. Ол сөмкесінен телефонын шығарды. Мына суретті көрдің бе? Ол маған экранды бұрды. Суретте Мадияр тұр. Мен оны бірден таныдым. Бұл 4 жыл бұрынғы Мадияр. Үстінде мен оған сыйлаған қара күртесі. Мен суретке үнсіз қарап қалдым. Бұл қайда түсірілген дедім. Менің үйімде. Мен оған қарадым. Қашан? Айдана күнін айтты. Менің жүрегім тоқтап қалғандай болды. Үйге келгеннен кейін Айдананың айтқан сөзі ойымнан кетті. Әсіресе көліктерін тексер. Мадиярдың көліктері туралы мен бұрын ешқашан ойланбаппын. 4 жыл ішінде оның мінген көліктері көп болды. Бірде қара түсті көлік, бірде ақ түсті, бірде үлкен джип, бірде өте қымбат көлік. Мен кейде, Мадияр, көліктерім көп екен деп. Ол жұмысқа байланысты ғана жауап. Мен одан артық сұрамайтынмын. Сол күні алғаш рет оның көліктеріне мұқият қарай бастадым. Келесі күні Мадияр мені алып кетуге келді. Мен әдейі. Бүгін көлігіңді өзім жүргізіп көрейінші дедім. Ол, сен жүргізе алмайсың ғой. Үйрет. Кейін үйрет. Мен көліктің ішіне отырдым. Сол кезде барда жоқтан бір қағаздың шеті көрініп. Мен, мынау не деп қол соза бергенімде, Мадияр бірден, оны қозғама деді. Дауысы қатты шықты. Мен қолымды тартып алдым. Бұрын ол маған ешқашан бұлай сөйлемеген. Бірнеше секунд үнсіздік орнады. Сосын ол жұмсарып. Кешір, жай ғана құжат. Қандай құжат? Машинаның құжаттары. Мен үндемедім, бірақ сол сәтте күдігім күшейді. Кешке Мадияр мені үйге жеткізгеннен кейін мен оның көлігінің нөмірін жазып алдым. Сосын интернеттен іздей бастадым. Алғашында ештеңе түсінбедім. Бірақ көлік туралы мәліметтерді қарап отырып, бір нәрсе көзіме түсті. Көлік Мадиярдың атына тіркелмеген. Мен қайта тексердім. Қате шығар деп ойладым. Бірақ нөмірі дәл сол. Маркасы да дәл сол. Түсі де дәл сол. Сонда бұл көлік кімнің аты? Мен Мадиярға хабарласқым келді. Бірақ өзімді тоқтаттым. Айдананың сөзі есіме түсті. Оны бірден сұрама. Содан кейін мен бұрын мінген көліктердің бәрін есіме түсіріп, нөмірлерді іздей бастадым. Екінші көлік, үшінші көлік. Нәтиже бірде емес еді. Бірақ бірнеше көліктің құжаттары Мадиярдың атына тіркелмеген. Сол сәтте менің басыма басқа ой келді. Мүмкін бәрі жалға алынған шығар. Мен бірден оның досы Ерланға жаздым. Ерлан Мадиярдың ең жақын достарының бірі болады. Ерлан, Мадияр көліктерін өзі сатып ала ма? Ол біраз уақыт жауап бермеді. Сосын, неге сұрап жатырсың? Жай қызығып. Оны өзінен сұра. Өзі айтпайды деп жаздым. Ол біраз үнсіз отырды. Сосын, мөлдір, тойға дайындалып жүрген адам ретінде саған бір нәрсе айтуым керек. Менің жүрегім дүрсілдеп кетті. Мадиярдың жағдайын сен ойлағандай деп ойлама. Қалай? Қазір телефонмен айтқым келмейді. Онда қашан? Ертең кездесеміз. Мен келістім. Келесі күні Ерланмен кездестім. Ол ұзақ уақыт үндемей отырды. Сосын, Мадиярдың бірнеше көлігі бар деп ойлайсың ба? Иә. Шын мәнінде олардың көбі өзінікі емес. Қалай? Жалға алған. Мен біраз уақыт үнсіз қалдым. Бәрі ме? Бәрі емес. Бірақ сырт көзге өзін бай етіп көрсету үшін жалға алған көліктер көп. Мен күле алмай. Неге? Ерлан маған қарады. Мадияр үшін адамдардың оны қалай көретіні өте маңызды. Бұл сөз маған қатты. Өйткені мен Мадиярды ешқашан ондай адам деп ойламағанмын. Ерлан әрі қарай. Сен оның қымбат көліктермен жүргенін көріп, жағдайы жақсы деп ойладың ғой? Мен басын түзедім. Оның біраз ақшасы болған, бірақ соңғы 2 жылда жағдайы нашарлады. Қанша қарызы бар? Ерлан күрсінді. Нақтысын білмеймін, бірақ кредит. Қанша? Бірнеше банкке қарызы бар екенін білемін. Менің жүрегім түсіп кеткендей болды. Сонда ол маған неге ештеңе айтпады? Ерлан, өйткені сен оны басқаша көрдім. Мен үнсіз қалдым. 4 жыл бойы мен оның көліктерін, сыйлықтарын, мейрамханаларын көріп, Мадиярдың жағдайы жақсы деп ойлап келдім. Ал шын мәнінде ол қарызға батып жүрді.
Ерлан бір сәт ойланып. Тағы бір нәрсе бар. Не? Оның кейбір көліктерді жалға алғанын сен білмесең де болады деп ойлаған. Неге? Өйткені ол сол көліктермен қыздарға кездесуге баратын. Менің денем мұздап. Қандай қыздарға? Ерлан маған қантық қарамады. Мөлдір, мен саған бәрін айта алмаймын. Неге? Себебі сен қазір оның қалыңдығысың. Мен тойға 7 күн қалды. Ерлан басын төмен түсірді. Сол үшін айтып отырмын. Мен үйге қайтып бара жатып, Мадиардың маған жасаған барлық сыйлығын есіме түсірдім. Гүлдер, сөмкелер, парфюмдер, мейрамханалар, қонақүйлер, сапарлар. Бәрі бір-бірімен байланысып келе жатқандай болды. Сол кеште Мадияр маған: "Ертең саған тағы бір көлікпен келем" деді. Мен: "Неге? Тойға дейін өзіңді қуантып жүрейін." Мен жай ғана: "Жақсы" дедім. Бірақ ішімнен: "Бұл көлікте сенікі емес шығар" деп ойладым. Сол түні мен Мадиардың әлеуметтік желілерін емес, оның ескі суреттерін қарай бастадым. Әр суретте басқа көлік, әр көлікте басқа нөмір. Бірақ бір нәрсе өзгермейтін. Мадиардың әр қымбат көлікпен түскен суретінің астында әртүрлі әйелдердің пікірлері бар еді. Мен бұрын олардың ешқайсысына мән бермейтін. Енді біліп қарай бастадым. Бір әйел: "Сенімен тағы бір керемет кеш болды" деп жазды. Екіншісі: "Келесі жолы ұзақ қалшы" деп. Үшіншісі: "Жай ғана жүрек". Мен олардың парақшаларына кірдім. Сол кезде бір әйелдің суретін көріп, жүрегім тоқтап қала жаздады. Өйткені ол әйелдің қолында Мадияр маған 2 жыл бұрын сыйлаған сөмке тұр еді. Сол сөмкені мен әлі күнге дейін сақтап жүрмін. Суретке ұзақ қарап отырдым. Әйелдің қолындағы сөмке дәл сондай. Менің сөмкем. Мен Мадиярдан 2 жыл бұрын туған күніме алған сөмке. Сол кезде ол оны маған қалай берген әлі есімде. Мен жұмыстан шыққан кезде көлігінің артқы орындығында үлкен қорап тұрды. "Мынау не?" деп сұрағам. "Аш." Қорапты ашқанда сол сөмке шықты. Мен қатты қуандым. "Мадияр, бұл қымбат қой" деген. Ол: "Сен оған лайықсың" деп күлген. Ал қазір дәл сондай сөмке басқа әйелдің қолында тұр. Мен суретті бірнеше рет үлкейттім. Сөмкенің жанында тұрған әйелдің бетіне қарадым. Ол Айдана емес, басқа адам. Парақшасына кірдім. Аты Әсел. Парақшасында Мадияр жоқ. Бірақ 2 жыл бұрынғы суреттерінің арасында сол сөмке бірнеше рет көрінеді. Мен бірден Мадиярдың маған берген күнін есіме түсірдім. Күнтізбеден қарап шықтым. Сол күні ол маған: "Жұмыстан кейін достарыммен отырамын" деген. Ал кешке маған сөмке әкелген. Мен сол кезде оны ерекше романтикалық болып қабылдағанмын. Енді басқа ой келді. Мүмкін бұл сөмке бастапқыда Әселге арналған шығар. Мүмкін ол оны Әселге бермек болған. Бірақ неге кейін маған берді? Мен өзімнің ойымнан шошып. Жоқ, бұл мүмкін емес. Мен Мадиярға сенгім келді, бірақ көбейіп бара жатты. Сол әйелдің парақшасындағы суреттердің бірінде Мадиярдың көлігін көрдім. Мен нөмірін түсірдім. Бұл Мадияр 2 жыл бұрын жұмысқа байланысты алған көлігі. Ал оның жалға алынғанын енді ғана білдім. Мен Әселдің парақшасын ұзақ қарап отырдым. Сосын оның сторисінде бір нәрсе көзіме түсті. Ескі сақталған стористің атауы 2024. Ішіне кірдім. Бірнеше видео, кафе, көлік, қонақүй. Сосын бір видео. Камера көліктің ішін көрсетіп тұр. Ал жүргізушінің қолы рөлде. Қолындағы сағат. Мен бірден таныдым. Мадиярдың сағаты. Мен видеоны қайта-қайта көрдім. Сол сәтте Әселдің парақшасына жазғым келді. Ақтықтадым. Егер ол Мадиярмен шынымен бірге болған болса, неге мені білмейді? Неге Мадиярдың менімен 4 жыл жүргенін білмеген? Сосын басқа ой келді. Мүмкін Мадияр әр қызға өзін бойдақ ретінде таныстырған шығар. Менің ішім өртеніп кетті. Сол түні Мадияр телефон соқты. "Не істеп жатырсың?" "Үйдемін." "Ертең боссың?" "Иә." "Онда бірге тойға арналған киімдерді қарайық." "Жақсы." Оның даусы әдеттегідей сабырлы. Мен бір сәт үндемей: "Мадияр." "Иә." "Сен маған сыйлық алғанды ұнатасың ба?" Ол күліп: "Әрине." "Ал бұрынғы қыздарыңа да көп сыйлық алатынсың ба?" Телефонның ар жағында үнсіздік орнады. 1 секунд, 2 секунд. Сосын: "Неге сұрап тұрсың?" "Жай. Бұрынғы қызым болған жоқ қой." Мен көзімді жұмдым. Тағы бір өтірік. Айдана бұрын оның бұрынғы қалыңдығы болғанын айтты. Ал Мадияр маған
бұрынғы қызым болмаған дейді. Мен: жақсы, ұмыта бер. Мөлдір, бірдеңе болды ма? Жоқ. Даусың өзгерді. Шашадым. Ол: ертең кездескенде сөйлесеміз. Телефонды қойған соң біраз отырдым. Сосын бір шешімге келдім. Мен Мадиярдың үйіне баруым керек. 4 жыл бойы мен оның үйіне көп барғанмын. Бірақ оның жеке заттарына ешқашан тиіспейді. Сол үйде оның бұрынғы өміріне қатысты бір нәрсе болуы мүмкін. Ертең ол мені алып кеткен кезде, сенің үйіңе кіріп шығайықшы, деді. Ол білді. Неге? Тойға керек бір нәрсені алып кетуім керек. Не керек? Өзіммен бірге барайын. Ол біраз ойланып: жақсы, деді. Біз оның үйіне бардық. Мен ішке кіргенде бәрі бұрынғыдай. Үстел, диван, теледидар, сөрелер. Бәрі жинақы. Мадияр: не аласың? Бір минут. Мен бөлмеге. Ол ас үйге кеткенде мен шкафтарды көзіммен шолып шықтым. Ештеңе ерекше емес. Сосын үстелдің төменгі тартпасын аштым. Құжаттар, бірнеше түбіртек, кредит төлемдері. Мен бір қағазды қолыма алдым. Бірінші жолын оқығанда жүрегім сызды. Қарыз сомасы өте үлкен еді. Екінші қағаз, тағы бір кредит. Үшінші қағаз, тағы бір төлем. Мен олардың бәрін суретке түсіріп үлгердім. Сол кезде ас үйден Мадиярдың дауысы шықты. Мөлдір, мен қағаздарды орнына қойдым. Иә. Таптың ба? Иә. Ол бөлмеге кірді. Мен оған қарап: Мадияр? Иә. Сенде кредит көп пе? Ол бірден тоқтап қалды. Бірнеше секунд маған қарады. Сосын: кім айтты? Менің жүрегім дүрете қалды. Мен: ешкім, деп жауап. Бірақ сол сәтте оның бір сөзі мені одан сайын қорқытты. Өйткені ол менде кредит жоқ демеді. Ол: кім айтты? Мадиярдың кім айтты деген сөзі құлағымда қалып қойды. Мен оның көзіне қарап қойдым. Нені кім айтты? Ол бірден жауап бермеді. Кредит туралы сұрап тұрсың ғой? Иә. Біреу саған мен туралы бірдеңе айтып жүр ме? Мен басымды шайқадым. Жоқ. Онда неге сұрадың? Мен сәл ойланып: жай ғана сұрадым, дедім. Мадияр маған күмәнмен қарап тұрды. Сосын күлімсірегендей болып: иә, кредит бар, бірақ көп емес. Мен үндемедім. Әр адамның кредиті болады ғой, деді ол. Қанша? Мөлдір, қазір соны талқылайтын уақыт. Тойға бір апта қалды. Ол күрсінді. Бірнеше төлем бар, бәрін жауып жатырмын. Ал көліктер ше? Ол маған қарады. Қандай көлік? Сенің көліктерің. Не болды оларға? Бәрі өзіңдікі ме? Ол бірнеше секунд үндемеді. Сосын: кейбірі жалға алынған. Неге маған айтпадың? Оны айтуың керек пе еді? Мен оның сөзіне таң қалдым. 4 жыл бірге жүрген адамға жағдайыңды айтуым керек емес пе? Ол: мен сенің той алдында уайымдағаныңды қаламадым, деді. Сырттай қарағанда жауабы дұрыс сияқты. Бірақ менің ішімде бір нәрсе: бұл бәрі емес деп тұрды. Мен оның үйінен шыққаннан кейін көлікке отырдым. Жол бойы үндемедім. Мадияр да ештеңе сұрамады. Үйімнің алдына келгенде ол: Мөлдір, сен соңғы күндері өзгеріп кеттің. Қалай? Бұрын маған бұлай сұрақ қоймайтын едім. Мен оған: адамның тұрмысқа шығуына бір апта қалғанда көп нәрсе ойға келеді екен, дедім. Ол күліп: сен маған сенесің ғой? Мен жауап бере алмадым. Ол қолын ұстады. Сен маған сенсең болды, деді. Мен оның қолын ақырын босаттым. Ертең сөйлесеміз. Үйге кірген соң бірден телефонымды алдым. Мен түсіріп алған кредит құжаттарын қайта қарадым. Сандарға ұзақ қарадым. Бұл жай ғана бір-екі кредит емес еді. Төлемдері бірнеше жылға созылған. Кейбірі көлікке қатысты, кейбірі тұтынушылық несие. Бірақ ең қызығы бір құжаттағы мекенжай. Мен бұл мекенжайды таныдым. Ол Мадиярдың үйі емес, басқа мекенжай. Мен интернеттен қарап шықтым. Бұл қаланың басқа бөлігіндегі пәтер. Менің жүрегім дүрсілдей бастады. Мадиярдың ол пәтерде не шаруасы бар? Мен тағы да құжаттарды қарадым. Пәтердің төлемдері бірнеше ай бойы жасалған, ал төлем жасаушы Мадияр. Сол сәтте айдана есіме түсті. Ол: Мадияр менің өмірімде болған деген. Бірақ бұл пәтер оның үйі емес еді. Сонда ол кім үшін төлеп жүрген? Мен Мадиярға қоңырау шалғым келді, бірақ тоқтадым. Оның орнына Ерланға жаздым. Ерлан, бір нәрсе сұрасам бола ма? Иә. Мадиярдың басқа пәтері бар ма? Жауап біраз уақыттан кейін келді.
Неге? Бар ма жоқ па? Ол. Сен қай пәтер туралы айтып тұрсың деп сұрады. Мен мекенжайды жібердім. Бірнеше минут жауап болмады. Сосын. Мөлдір, бұл мекенжайды қайдан білдің? Мен. Құжаттан көрдім. Ерлан. Мен бұл туралы саған айтуым керек. Білмей тұрмын. Айт. Ол пәтер Мадиярдікі емес. Менің жүрегім тағы да ауыр соқты. Кімдікі? Нақты білмеймін. Бірақ ол жерге Мадияр бұрыннан ақша төлеп келген. Неге? Ерлан. Бір қыз тұрады. Мен телефонға үнсіз қарап қалдым. Қандай қыз? Білмеймін. Сен білесің. Мөлдір. 4 жыл досы болдым. Сен бәрін білесің. Ұзақ үнсіз кейін Ерлан. Мен ол қызды бір рет көргенмін. Кім? Әсел. Менің жүрегім зу ете қалды. Әсел. Сөмкені ұстап тұрған әйел. Мен бірден оның парақшасын аштым. Сол сәтте жаңа бір нәрсе байқадым. Әселдің 2 жыл бұрынғы суреттерінің бірінде артқы жақта пәтердің есігі бар. Мен оның мекенжайын анықтай алмаймын деп ойлағанмын. Бірақ суреттің астында да пікірлердің бірінде бір адам жаңа үйің құтты болсын деп жазыпты. Мен пікір жазған адамның парақшасына кірдім. Ол Әселдің құрбысы. Парақшасында сол пәтердің ішінен түсірілген тағы бірнеше сурет бар. Ал бір суретте үстелдің үстінде жатқан кілт көрінеді. Кілттің жанында кішкентай қара брелок. Мен оны бірден таныдым. Бұл Мадиярдың көлігінің брелогы. Мен орындыққа отырып қалдым. Бірақ ең маңызды сұрақ әлі жауапсыз тұрды. Егер Мадияр Әселдің пәтеріне ақша төлесе, онда ол әйелмен қанша уақыт бірге болды? Мен Ерланға тағы жаздым. Әсел Мадиярмен қазір де араласа ма? Ол. Білмеймін. Шынымды айт. Бірнеше минуттан кейін. Соңғы рет бірнеше ай бұрын көрдім. Менің жүрегім тағы да қысылды. Қайда? Ерлан. Мадиярдың көлігінде. Сол сәтте телефоным шырылдады. Мадияр қоңырау шалды. Мен экранға қарап ұзақ отырдым. Сосын қоңырауды қабылдадым. Алло? Мадиярдың даусы әдеттегідей тыныш шықты. Мөлдір, ертең кешке уақытың бар ма? Бар. Сені бір жерге апарғым келеді. Қайда? Тойға дейін саған жасаған ең соңғы сюрпризім еді. Мен үнсіз қалдым. Өйткені дәл сол сәтте мен оның тағы бір өтірігін естіп жатқанмын. Ал ол болса маған жаңа сюрприз дайындап жүр. Жақсы дедім. Телефонды қойғаннан кейін бір ғана нәрсені ойладым. Мадияр, сен мені қайда апарғалы тұрсың? Келесі күні кешке Мадияр мені алып кетуге келді. Көлігі үйдің алдына тоқтағанда, мен терезеден біраз қарап тұрдым. Бұрын осы көлікті көрген сайын қуанатынмын. Ал қазір оның рөліне, нөміріне, ішіндегі әрбір затқа күмәнмен қарайтын болдым. Мадияр хабарласты. Шықтың ба? Иә. Мен сыртқа шықтым. Көлікке отырдым. Ол маған қарап күлімсіреді. Дайынсың ба? Иә. Бүгінгі жерді көргенде таңғаласың. Мен үндемедім. Бірнеше минут жол жүрдік. Сосын мен. Мадияр. Иә? Тоқтай тұршы. Ол маған қарап. Не болды? Тоқтатшы. Ол жолдың шетіне тоқтады. Мен оған қарадым. Мен сенімен сөйлесуім керек. Қазір ме? Иә, қазір. Ол бірден көңіл күйінің өзгергенін сезді. Не болды? Мен телефонымды алдым. Алдымен Айдананың суретін көрсеттім. Мына адамды танисың ба? Мадияр бір секунд қарап. Жоқ. Мен оның көзіне қарадым. Шын айт. Танымаймын. Айдана. Ол үндемеді. Бұрынғы қалыңдығым. Мадиярдың жүзі өзгерді. Саған кім айтты? Демек танисың. Мөлдір, бұл сен ойлағандай емес. Мен күліп жібердім. Мен әлі ештеңе ойлаған жоқпын. Сен өзім айтып жатырсың. Ол бұрын болған адам. Бұрын болған адам? Иә. Ал сен маған бұрынғы қалыңдығым болмаған деп айттың. Ол үндемеді. Мен дауысымды көтердім. Неге өтірік айттым? Өйткені оның қажеті жоқ еді. Қажеті жоқ еді? Мен оған телефондағы келесі суретті көрсеттім. Әсел, мынаны танисың ба? Ол бір. Жоқ. Тағы өтірік. Мен шынымен танымаймын. Онда неге оның пәтерінің ақшасын сен төлегенсің? Ол қатып қалды. Бірнеше секунд бойы ештеңе айтпады. Қандай пәтер? Сен ақша төлеп жүрген пәтер. Мен ондай пәтерге ақша төлеген жоқпын.
Мен кредит құжаттарының суретін ашып көрсеттім. Мынау не? Ол телефонға қарап қалды. Бұл не? Мен кейін түсіндім. Жоқ, қазір түсіндіресің. Менің дауысым дірілдеп шықты. Тойға 5 күн қалды, Мадияр. 5 күн. Ал мен сен туралы бәрін енді ғана біліп жатырмын. Мөлдір, тынышталшы. Тынышталмаймын. Мен жылап жібердім. Сен маған 4 жыл бойы қандай адам болып көріндің, білесің бе? Мен сені бүкіл өмірімдегі ең бір шешін деп ойладым. Ол үндемеді. Сен басқа қыздармен жүргенсің бе? Жоқ. Өтірік айтпа. Сен алдаған жоқ. Айдана ше? Ол бұрын болған. Әсел ше? Онда ештеңе болған жоқ. Мен оған жай ғана көмектестім. Мен оған аң-таң болып қарадым. Кімге көмектестің? Әселге. Неге? Оның жағдайы қиын болды. Ал мен ше? Ол үндемеді. Сен оған пәтер төлеп бердің? Иә. Көлік апарып жүрдің? Иә. Сыйлық бердің? Кейбір. Ал маған? Ол маған қарап. Мен сені сүйемін. Мен көз жасымды сүртіп. Мен сенен махаббат сұрап тұрған жоқпын. Шындықты сұрап. Ол үндемеді. Мен. Неге маған үйленгелі жатырсың? Егер басқа әйелдермен жүрген болсаң, неге мені 4 жыл ұстап келдің? Неге той жасап жатырсың? Ол. Мен сені сүйемін. Бұл жауап емес. Бұл шындық. Онда неге опасыздық жасадың? Ол. Мен деп тоқтап қалды. Мен оның көзіне қарадым. Айт, Мадияр. Мен сенімен бірге болғым келді. Бірақ ол басын төмен түсірді. Бірақ мен болдым. Нақты не істедің? Ол ұзақ үнсіз отырды. Сосын айтты. Мен кейбір қыздармен сөйлестім. Мен күліп жібердім. Сөйлестім. Иә. Қанша қыз? Ол жауап бермеді. Қанша? Білмеймін. Менің көзіме жас келді. Демек көп болған. Мөлдір. Жоқ, маған қара. Ол маған қарады. Сен мені 4 жыл бойы сүйіп жүріп, басқа қыздармен не істедің? Олар мен үшін маңызды болған жоқ. Бірақ мен үшін маңызды болды. Ол басын шайқады. Мен оларды сүйген жоқ. Онда неге? Білмеймін. Жай ойын болды ма? Ол біраз үнсіз отырды. Иә деді. Мен оған қарап қатып қалдым. Сен үшін адамдардың сезімі ойын ба? Жоқ. Онда неге менің артынан осылай жасадың? Мен қателестім. Қателік бір рет болады, Мадияр. Ол үндемеді. Сенің қателіктерің 4 жыл бойы болды. Осы сөзден кейін ол алғаш рет көзін төмен түсірді. Кешірші. Мен жылап. Қазір кешірім сұрағаннан не өзгереді? Мен сені шынымен сүйемін. Сүйсең бұлай жасамас едім. Мен олармен ешқашан отбасы құруды ойлаған жоқпын. Ал менімен құруды ойладым? Иә. Неге? Ол маған қарап. Өйткені сен басқасың. Мен басымды шайқадым. Мұны бұрында біреуге айтқан шығарсың? Жоқ. Мен саған сенбеймін. Ол менің қолымды ұстап отырсың. Мен қолымды тартып алдым. Маған тиіспе. Ол бірден қолын түсірді. Бірнеше минут көліктің ішінде үнсіз отырды. Сосын Мадияр. Мен бәрін тоқтаттым. Қазір менің өмірімде сен ғана барсың. Қашан тоқтаттың? Ол жауап бермеді. Мен оған қарадым. Мадияр, қашан? Ол ақыры. Біраз уақыт деген қашан? Ол нақты. Мен телефонымдағы Айдананың хабарламасына қарадым. Күндер сәйкес келмеді. Мен оған экранды көрсеттім. Сен ол адаммен бұдан кейін де сөйлескенсің? Мадиярдың жүзі бозарды. Сол сәтте мен бір нәрсені түсіндім. Ол әлі де бәрін айтып болған жоқ. Мен көліктің есігін аштым. Мөлдір, қайда барасың? Үйге. Той ше? Мен оған бұрылып, білмеймін. Маған уақыт керек. Мен көліктен түсіп кеттім. Ал Мадияр орнында жалғыз қалды. Бірақ мен үйге кіргеннен кейін де бір нәрсе мазалады. Егер Мадиярдың айтқанының бәрі рас болса, онда Айдана неге мені арнайы тауып бәрін айтуға тырысты? Мен сол түні оған қайта хабарластым. Айдана, сен маған әлі бәрін айтқан жоқсың. Ол бірнеше минуттан кейін жауап берді. Иә, өйткені сен дайын емес едің.
Сосын тағы бір хабарлама келді. Мадиярдың сенен жасырып жүрген ең маңызды нәрсесі оның басқа әйелдермен жүрген емес. Айдананың соңғы хабарламасын оқығаннан кейін біраз уақыт телефонға қарап қатып отыр. Мадиярдың сенен жасырып жүрген ең маңызды нәрсесі оның басқа әйелдермен жүрген емес. Мен білдім. Онда не? Деп жаздым. Жауап келген жоқ. Тағы жаздым. Айдана, мен қазір бәрін білуге дайынмын. Бірнеше минуттан кейін ғана жауап келді. Ертең кездесеміз. Неге қазір айтпайсың? Өйткені бұл хабарлама арқылы айтатын нәрсе емес. Мадиярға қатысты ма? Иә. Оның қарызына қатысты ма? Жоқ. Әйелдеріне қатысты. Ұзақ үнсіз. Сосын. Жоқ. Менің мазам одан сайын келді. Онда не? Айдана, ертең саған бір құжат көрсетемін. Ана жауап берді. Сол түні ұйықтай алмадым. Таңертең Мадияр бірнеше рет қоңырау шалды. Бірінші рет көтермедім. Екінші рет, үшінші рет хабарлама жазды. Мөлдір, сөйлесейікші, мен саған бәрін түсіндіремін. Мен жауап бермедім. Бір сағаттан кейін тағы хабарлама келді. Мен сенен айырылғым келмейді. Осы сөзді көргенде көзіме жас келді. Өйткені мен 4 жыл бойы дәл осы адаммен болашақ болдым. Бірақ қазір оның қай сөзіне сенерімді білмедім. Түстен кейін Айданамен қайта келдім. Ол бұл жолы қолында қоңыр түсті папка ұстап отыр екен. Мен отыра сала. Не бар онда? Дедім. Айдана, алдымен бір нәрсеге дайын бол. Айта бер. Ол папканы ашты. Ішінен бірнеше қағаз шығарды. Бірінші қағазды көргенде мен ештеңе түсінбедім. Бұл не? Оқы. Мен құжатқа қарадым. Бір адамның аты жөні. Мадиярдың аты. Бірақ құжаттың датасы мені таңғалдырды. Ол 4 жыл бұрын жасалған. Мен. Бұл неге қатысты? Айдана. Несие. Мен. Оның кредит екенін білемін. Бұл басқа. Ол екінші қағазды алды. Мынаған қара. Мен оқып шықтым. Тағы бір несие. Үшіншісі. Тағы біреуі. Бірақ олардың бәрінде бір нәрсе ортақ еді. Ақша бір ғана мақсатқа жұмсалған. Мен Айданаға қарадым. Ол неге сонша ақша алған? Айдана. Той жасау үшін емес. Онда не үшін? Айдана біраз үнсіз отырды. Бір адамның қарызын жабу үшін. Кім білсін? Ол маған қарады. Менікі. Мен аң-таң болып қалдым. 4 жыл бұрын мен үлкен қарызға кіріп қайттым. Мадияр менің қарызымды жабуға көмектесті. Мен үнсіз қалдым. Бірақ бұл жерде тұрған ақшаның бәрі мен үшін емес. Оның өзі де қарыз алды. Сонда сен үшін қарызға батты ма? Басында солай. Кейін Айдана көзін төмен салды. Кейін ол ақшаны қайтаруды талап етті. Сен қайтардың ба? Біраз. Ал қалғаны. Қалғанын қайтара алмадым. Мен құжаттарға қайта қарадым. Сондықтан ол саған пәтер алып берді ме? Айдана басын шайқады. Жоқ. Онда пәтер менікі емес. Мен түсінбей. Қалай? Айдана маған бір қағаз көрсетті. Пәтердің жалдау келісім шарты. Мен оны оқып шықтым. Пәтер Мадиярдың атына да, Айдананың атына да тіркелмеген. Басқа адамның аты тұр. Мен. Бұл кім? Айдана. Оның аты жөнін мен де білемін. Кім? Айдана маған тура қарады. Василь. Мен үнсіз қалдым. Бірнеше секунд бойы ешқайсымыз сөйлемедік. Сонда Әселдің пәтері. Иә. Мадияр оған ақша төлеген. Иә. Неге? Айдана. Мөлдір, сенің түсінуің керек. Мадиярдың проблемасы тек әйелдерде емес. Онда неде? Айдана көрсін. Ол адамдарға көмектесем деп өзін өзі қарызға батырды. Кейін сол адамдардың кейбірімен қарым-қатынасы өзгерді. Мен. Яғни ол Әселмен бірге болған ба? Айдана. Мен оны нақты көрген жоқпын. Бірақ сен білесің. Мен тек олардың бірге жүргенін білемін. Мен көзімді жұмдым. Сонда Мадиярдың олармен жай ойын болды деген сөзі есіме түсті. Бірақ оның өмірінде бәрі әлдеқайда күрделі еді. Мен. Ең маңызды құпия осы ма? Деп сұрадым. Айдана басын шайқады. Жоқ. Тағы не бар? Ол біраз үнсіз отырды. Сосын. Мадиярдың сенен жасырып жүрген тағы бір баласы бар. Менің демім ішіме түсіп кеткендей болды. Не дедің? Оның баласы бар.
Мен орындықта қозғалмай қалдым. Қай әйелден? Айдана. Әселден емес. Мен оған қарап тұрдым. Онда кімнен? Айдана. Оны өзің анықтауың керек. Неге? Себебі баланың анасы Мадиярдың сенің тойыңнан кейін бірден кетіп қалатынын күтіп отыр. Менің көзіме жас келді. Ол әйел кім? Айдана. Мен саған оның аты жөнін айтсам, сен бірден сенбеуің мүмкін. Айт. Айдана телефоннан бір сурет ашты. Суретте жас әйел және кішкентай бала тұр. Мен суретке ұзақ қарадым. Баланы емес, әйел. Өйткені мен бұл әйелді бұрын көргенмін. Ол Мадиярдың үйіндегі бір отырыста оның туыстарының арасында отырған. Ал Мадияр маған ол әйелді ағамның әйелі деп таныстырған еді. Мен Айдананың алдында біраз уақыт үнсіз отырдым. Бірақ сол сәтте менің ішімде бір нәрсе үзілгендей болды. 4 жыл бойы мен осы адамға сендім. Оның әр сөзіне, әр уәдесіне сыйлығым. Ал қазір сол 4 жылдың бәрі өтірік сияқты көрінді. Мен Айданаға, маған енді ештеңе керек емес. Қалғанын өзім анықтаймын дедім. Үйге келген бойда Мадиярға қоңырау шалдым. Қайдасың? Үйдемін. Келші. Қазір барайын ба? Иә, қазір. 1 сағаттан кейін ол келді. Есікті ашқанымда оның қолында тағы да гүл бар еді. Бірақ бұл жолы гүлге қарағым да келмеді. Мадияр. Мөлдір. Сөйлесейікші. Сөйлесеміз. Ол ішке кірді. Мен оған қарап. Мен бәрін білемін. Ол білді. Нені? Айдананы. Ол үндемеді. Әселді. Тағы үнсіздік. Көліктерді. Кредиттерді. Басқа қыздар. Мадияр. Мөлдір. Мен бәрін түсіндіре аламын. Жоқ. Тыңдашы. Жоқ, Мадияр. Енді сен сөйлеген сайын тағы бір өтірік айтасың. Ол. Мен саған өтірік айтқым келген жоқ. Бірақ айттым. Мен сені жоғалтқым келмейді. Менің көзіме жас келді. Ал мен сенімен енді үйленгім келмейді. Мадияр қатып қалды. Не? Той болмайды. Ол біраз уақыт маған қарап тұрды. Мөлдір. Той болмайды дедім. Екі жақта дайындалып қойды ғой. Маған бәрібір. Туыстар шақырылды. Маған бәрібір. Зал дайын. Маған бәрібір. Бәрі дайын. Мен жылап, мен дайын емеспін дедім. Ол үнсіз қалды. Мен сенімен өмір сүруге дайындалдым. Сенің сөзіме сенуге дайындалдым. Бірақ сен мені алдап келесің. Енді мен қалай сенемін? Мен қателестім. Бұл жай қателік емес. Білемін. Жоқ, сен білмейсің. Мен оның алдына қарап. Сенің басқа әйелдермен жүргеніңнің өзі ауыр. Бірақ одан да ауыр нәрсе. Сен маған 4 жыл бойы өзіңді мүлде басқа адам етіп көрсетіпсің. Ол көзін төмен түсірді. Мен сені ғана сүйемін. Сүйсең неге жасадың? Білмеймін. Сенің білмеймін деген жауабыңнан шаршадым. Ол маған жақын. Мөлдір, кешірші. Шегін. Жоқ. Бір мүмкіндік берші. Жоқ. Соңғы. Жоқ, Мадияр. Ол сол жерде біраз тұрды. Сосын ақырын. Мен бәрін түзетемін. Мен сенің түсергеніңді күткім келмейді. Ол кетіп қалды. Мен есікті жапқаннан кейін бірден жылап жібердім. Сол түні таң атқанша көз үзбедім. 4 жыл бойы бірге түскен суреттерімізді қарап отырдым. Bir suretте мен күліп тұрмын. Екіншісінде Мадияр мені құшақтап тұр. Үшіншісінде екеуміз теңіз жағасында тұрмыз. Сол суреттерге қарап отырып, осының бәрі жалған болды ма деп өзімнен сұрадым. Таңертең сағат 9-да есік қағылды. Мадияр. Қолында тағы да гүл. Мен есікті ашпадым. Мөлдір, сөйлесейікші. Үндемедім. Мен сенімен ұрысуға келген жоқ. Үндемедім. Кешірші. Мен көз жасымды сөктім. Үйіме қайттым. Мен кетемін. Бірақ алдымен сенімен сөйлескім. Мен сөйлескім келмейді. Жақсы, есіктің алдында тұрып сөйлейін. Мен жауап бермедім. Ол бірнеше минут үнсіз тұрды. Сосын. Мен сенің алдыңда ақталмаймын. Не істегенімді білемін. Саған ауыр тигенін де білемін. Мен үндемей тыңдап тұрдым. Бірақ мен сені шынымен жақсы көремін. Мен есіктің ар жағында жылап тұрдым. Мен сенен басқа ешкіммен отбасы құрғым келмейді. Мен есікті ашпадым. Қалғандарының бәрі мен үшін қателік болды. Осы сөзден кейін біраз үнсіздік болды. Сосын оның аяқ дыбысы алыстады. Мен терезеден қарасам,
Ол алладан кетіп бара жатыр екен. Бірақ ол сол күні тағы келді. Кешке тағы гүл әкелді. Ертеңіне тағы келді. Екінші күні ол менің сүйікті тәттілерімді алып келді. Мынаны ұнататынымды білемін. Мен, Мадияр, затпен бәрін түзете алмайсың дедім. Білемін. Онда неге келіп жүрсің? Ол маған қарап. Өйткені сен мені кешіргенше кеткім келмейді. Мен сені кешірмеуім де мүмкін. Ол. Онда да күтемін. Мен оның сөзіне жауап бермедім. Екінші түні де ұйықтай алмадым. Бір жағынан мен оны жек көргім келді. Екінші жағынан 4 жыл бойы жақсы көрген адамды бір күнде жүректен өшіре алмайды екенсің. Нәрсені анық білдім. Мен оны кешірсем де, бұрынғыдай сене алмаймын. Ал тойға 2 күн қалған еді. Сол күннен кейін мен Мадиярмен мүлде сөйлеспедім. Ол бірнеше рет хабарласты. Қоңырау шалмауын өтіндім. Хабарлама жазбауын сұрадым. Бірақ ол алғашқы күннен тастамады. Мөлдір, сөйлесейікші. Бір рет кездесші. Соңғы рет көрейін. Мен сені ұмыта алмай жүрмін. Мен ешқайсына жауап бермедім. 4 жыл бойы мен оның сөзін тыңдадым. Енді бір рет болса да өзімді тыңдағым келді. Той болатын күнде өтті. Сол күні таңертең ерте тұрдым. Үйде дайын тұрған көйлегім шкафтың ішінде ілулі тұрды. Оған бірнеше ай дайындалғанмын. Бірақ сол көйлекке қарап отырып бір ғана нәрсені түсіндім. Мен бір шешім қабылдадым. Кешке анам қасыма келіп: "Қызым, жылағың келсе жыла, бірақ өзіңді кінәлама." Мен сол кезде ғана еркін жыладым. Бірнеше күн өтті. Мадиярдан хабар азайды. Сосын мүлде тоқтады. Мен де біртіндеп өз өміріме қайта кірісе бастадым. Бірақ таңертең телефоным шырылдады. Қызым хабарласты. "Мөлдір, сен Мадияр туралы естідің бе?" Менің жүрегім бірден қысылды. "Жоқ, не болды?" Ол біраз үнсіз қалды. "Ол үйленіпті." Мен бірден: "Не? Үйленіпті? Кеше тойы болыпты." Телефонды қолынан түсіріп ала жаздадым. "Кімге?" "Білмеймін, бір қызға." Мен үндемей қалдым. Тойдан бері 1 айда өтті. Мен: "Қайта айтшы." "Мадияр үйленіп кеткен." Мен телефонды қойдым. Бірнеше минут бойы орнынан қозғала алмадым. Мен оны қайтарғым келген жоқ. Онымен қайта қосылғым да келген жоқ. Бірақ сонда да ішім ауырды. Өйткені 1 ай бұрын ғана ол менің алдымда "Сенен басқа ешкім керек емес" деп отыр. "Мен сені күтемін" деген. Ал қазір ол басқа елмен үйлену тойын жасап жүр. Сол күні кешке оның әлеуметтік желісіне кірдім. Бір ғана сурет тұр екен. Мадияр костюм киіп тұр. Жанында қалыңдап. Екеуі күлімдеп тұр. Суреттің астында "Бақытты болыңдар" деген мыңдаған. Мен экранға ұзақ қарадым. Бұрынғы Мадиярды іздегендей болдым. Бірақ суреттегі адам маған бөтен көрінді. Сол кезде бір ғана ой келді. Мүмкін мен оны емес, өзім ойлап тапқан Мадиярды жақсы көрген шығармын. Телефонды жауып қойдым. Сол түні жыламадым. Керісінше алғаш рет жеңілдеп қалғандай болдым. Бірнеше күннен кейін Айдана хабарласты. "Естідің бе?" "Иә." "Қалайсың?" Мен: "Жақсым" дедім. "Оны көрдің бе?" "Жоқ." "Көргің келе ме?" "Жоқ." Айдана біраз үнсіз қалды. Сосын: "Мөлдір, сен сол кезде тойдан бас тартпағанда, қазір оның әйелі сен болар едің." Мен терең дем алдым. "Иә." "Өкінесің бе?" Мен біраз ойланып: "Жоқ" дедім. Бірде өкінбеймін. Өйткені сол күні мен тек тойдан емес, өтірікке құрылған өмірден бас тарттым. Ал Мадиярдың кейін не істегені енді менің өмірім емес еді. Мен оның жаңа өміріне араласқым келмеді. Кімге үйленді? Неге үйленді? Ол қыз Мадиярдың шын бейнесін білді ме? Оны енді білгім келмеді. Бірнеше айдан кейін мен Мадиярдың атын естігенде де бұрынғыдай жүрегім ауырмайтын болды. Тек бір нәрсе есінде қалды. Тойға 1 апта қалғанда мен оның телефонын кездейсоқ көрдім. Егер сол күні көрмегенімде, мен қазір мүлде басқа өмір сүріп жүрер едім. Сондықтан кейде өмірімдегі ең ауыр жаңалық сенің өміріңді қотатын нәрсе емес, керісінше құтқаратын нәрсе болуы мүмкін. Осы оқиғадан кейін Мадиярдың өмірінде не болған жазбаламадым. Бір кездері 4 жыл бірге өткізген адам еді. Ал қазір ол мен үшін жай ғана өткен өмірінің бір бөлігі. Мен ең көп қиналғаным оның басқа қыздармен жүрген емес. Ең ауыры, мен оны шын адам деп ойлап, ал оның маған көрсеткен бейнесін өтірік болған. Тойға 1 апта қалғанда білген шындық менің бүкіл жоспарымды өзгертті. Бірақ кейін түсіндім. Сол кезде менің өмірім бұзылған жоқ. Керісінше, мен өзімді жоғалтып алмай қалдым. Мадиярдың басқа қызға үйленіп кеткенін естігенде де ішімнен жақсы болған екен.
Мен ол жерде болмадым деді. Қазір артқа қарап ойласам, кейде адамның өмірінен біреудің кетуі жамандық емес екен. Кей адамдарды жоғалту керек. Өйткені олармен бірге өзіңді де жоғалтып алуың мүмкін. Ал мен сол күні Мадиярды емес, өзімді таңдадым. Болды. Осы оқиға осымен аяқталды. Егер осы әңгімені соңына дейін тыңдаған болсаңыздар, арнаға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Ал өздеріңіз осы оқиғаны қай қаладан, сағат нешеде көріп отырсыз? Пікірге жазып кетіңіздер. Бұл көркем шығарма. Шынайы өмірде болған нақты оқиға емес.